Ал сонымен бірінші құрамында 15% қоспасы бар 2 грамм ізбес тас азот қышқылымен әрекеттескенде қанша газ бөлінді дейді. Яғни айтылған нәрсені жаза бастаймыз, ана жерге. Берілгенін жазайыншы. Берілгені бұл жерде қоспа 15%. Ізбес деген бізде кальций СО3. Ізбес, әктас, кальций карбонаты деп те атайды. Бірнеше түрі бар. Мәрмәр деген атауда бар. Бұл бізде кальций карбонаты. Ол 2 грамм берілген екен. Оны азот қышқылымен өңдеген. Енді қарайық, реакцияны жазайық. Яғни кальций СО3-ті, ізбесті азот қышқылымен өңдегенде деген азот қышқылын қосамыз. Қосамыз. Бұл жерде не шығады реакцияда? Кальций NO3. NO3-тің заряды минус, кальций плюс 2, сыртына 2 жазамыз, я? Одан кейін H2SO3 деп жазуға болады, не болмаса, оны 2-ге бөліп жазуға болады. H2O және SO2 сразу бөліп жазайын. SO2 бізде бөлінген газ. Енді 2 грамм әктас ол таза емес екен, оның 15% құм. Білмеймін, құм, қоспа. 2 граммды 100% деп алып, азайтамыз ба 15-ті? Дұрыс айтасың, 2 грамм бізде ол 100% зат, оның 15%-нан алып тастасақ, қоспаны алып тастасақ, бізде қанша пайыз? 85%. 85. Аха, таза. Сол тазаны тауып аламыз. 2 граммның қаншасы таза екен? 85. Жоқ, есептеп жүріңіздер. 1/7 бола ма? 1/7. Мен саған сендім. 2-ні 85-ке көбейт 100-ге бөлдіңіз, я? 1/7. 1/7-ні біз барамыз да кальций карбонатының үстіне қоямыз, я? Енді бөлінген СО2 газының несін сұрап тұр? Қалыпты жағдайда газ бөлінді дейді. Қанша газ бөлінді? Жауаптары литрмен беріліп тұр. Значит, мен төбесіне X грамм дейін ба, литр дейін ба? Литр ғой, литр. X литр деп іздеймін, сұраймын. Ендеше X литр деп сұралса, астына не жазамын? 22-де 4 литр. 22-де. Тамаша, 22-де 4. Осы нәрсені ұмытып кетпеңіздер. Кальций карбонатының бізде емері сразу алайын. Енді осы жерден X таба қоямыз. X-ті табамыз. X-ке қарама қарсы, яғни 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлеміз. Сонда 1/7-ні көбейтеміз 22-де 4-ке. Қанша болды? В жауабы болады, апай. В жауап 0,38 болды ма? 0,38 болды. Тамаша. Өте жақсы. Есеп түсінікті, сұрақ жоқ болса, келесіне өтем. Түсінікті. Жақсы. Келесі. Массасы 150 грамм шойынды дейді. Я, сенде бірден шок нәрсе болуы мүмкін. Шойын дегеннің формуласы не деп, я? Шойынның құрамында көміртек, кремний, вольфрам деген сияқты бірнеше заттар бар. Бірақ біз шығып тұрған затқа қараймыз. Яғни шойынды оттекпен тотықтырғанда, яғни біз нақты не екен білмейміз мына жерде, бірақ оны оттекпен тотықтырамыз, я? Оттекпен тотықтырудың оттек қосу. Шығат, не шығат деп тұр? 11 грамм? Көміртек оксиді. Я, көміртек оксидін жазамыз. Яғни, реакцияға дейін шойынның құрамындағы нені айтып тұр екен бізге? Мына жерге не жазам? Көміртек. Көміртекті. Значит, көміртектің массалық үлесін сұрап тұр. Осы көміртекті табу керекпін. Бізде көміртек оксидіміз 11 грамм.
көміртектің бірінші X деп массасын отдельно тауып алайын. Құрамында көміртек, крем, жаңағы не бар тағы? Вольфрам деген сияқты бірнеше заттар, ол бізде 150 грамм. 150 грамм. Общий, я? Общий шойын 150 грамм. Енді қара, 11 граммның астына мен не аламын? Демерін? Молекулалық массасы. 44. Көміртектің молекуласы 12. Значит, X қанша болады? Одан 4 есе кіші, я? Значит, 12-ден 4-ке бөлсек 3 бола ма? X тең 3 ба? 3 грамм ба? Болмаса, есептеп жүріңіздер. X-ке қарама-қарсы 44-ке бөлесін, 12-ні көбейтесін 11-ге деп. Үш қой апай, үш дұрыс. Мен қалай есептедім? Мына жерден 4 есе кіші дедім. Значит, 12-ден 4 есе кіші зат шығады. Бұл лайфхак. Түсінікті ма? По-любому 4 есе кіші зат шығады. Үлкен болса, 4 есе үлкен зат шығады. Яғни пропорциялық нәрсе ол бәрібір орындалады. Сонымен 3 грамм бұл бізде 150, жалпы шойын 150 грамм шойын, ол бізде 100% зат еді, оның құрамындағы көміртек ол 3 грамм. Ол қанша пайыз? Себебі бізге осы көміртектің пайызы керек. Қалай табамыз? 300 болады, 2 бола ма? 2%. 300-ді бөлесін 150-ге. Тең болады 2, я? 2%. Яғни, осы 150 грамм шойынның құрамындағы 2% ғана көміртек екен. Есеп, түсінікті ма? Кімде қандай сұрақ бар? Апай, біздің өтіп отқан зумымызда айтамыз, ғой. Екінші айға ма, общий ғой, ә? Негізі екінші айдың программасы. Бірақ есебім жаңағы екінші айға өткендердің программасы. Апай, массалық үлесте бар, емес пе? Мысалы, ана шыққан сан 3-ті 150-ге бөліп 100-ге көбейтсек те болады ғой, ә? Бәрібір. Болады. Сөйтіп жарамын просто мен. Массалық үлесінің формасы. Разница жоқ, қалай шығардың. Массалық үлес дейді. Шығым дейді. Шығымы, массалық үлесі деген екеуі бір сөз. Немесе көміртектің пайызы десе ол да бір сөз. Түсінікті ма? Яғни ол соның құрамында көміртектің пайызын бірнеше сөзбен айту мүмкін. Оның үлесі деу мүмкін, оның шығымы деу мүмкін. Шығым деген нәрсе бар, шығын деген нәрсе бар, расход. Сондықтан осы екеуі шығын деген сөзді көп айта бермейді, бірақ мысалға білесіздер ме сіздер, мына шайдың шығымы жақсы екен дейді, қоюын айтады. Сол сияқты ішіндегі саған керегісі сол шығымы немесе массалық үлесі болып табылады. Сол массалық үлес деген сөздің бірнеше атауы бар екен айтып отқаным ғой тек. Есептен сұрақ болмаса, дальше кеттім. Кете берейін ба? Мына жердегі есепті шығарайық. Мына есепті. Мына жерге, ашық жерге бастайын. 50 грамм магний мен магний оксидінің қоспасы берілген. Қоспа дегенде түсінікті ғой, 2-3 заттың қоспасы. Немесе құрамында бір керек емес құм сияқты бір зат бар деген сөз. Сондықтан магний мен магний оксиді берілген. Осы екеуінің қосындысы бізде қанша керек? 50 грамм екен. 50 грамм. Енді осы қоспаға тұзды сумен өңдегенде десе, қоспаға значит екеуіне де қоса бастаймыз. Ашқылорды. Қанда және мынағанда. Бұл жерде, мына жерде магний хлориді. Астында магний хлориді қосылған ашекол. Тамаша. Енді қараңыз. Реакцияны аяқтадыңыздар. 20 литр газ дейді. Бөлініп тұрған газ қайсы ғана бізде? Магний, ашеко. Ашеко бізде газ емес.
Су ол. Ай, иә. Онда H2. қайсы газ? H2 ма? H2. H2 ғана газ. Значит, 20 литр осы ғана. Түсінікті ма? Мгм. Астына Аха. 22. Сұйық зат, мынау қатты зат, мынау ғана бізде газ. Сондықтан біз газдың Мгм. үстіне ғана қоямыз. Ендеше 20 литр газ болса, литрдің астына не қолданам? 22. 22 22-де 22-де 4-ті қолданам да, магнийді табуыма бола ма? Магнийдің нөмірі қай? 24 асты. 24 астына. Жақсы, осы Мгм. жерден мен X табайын. Қанша болады? Не істейсіздер? 24 20 көбейтеміз. 22-де 4-ке бөлеміз. Ал бөліңіздер. Так, 480. 480 шығады. 22-де 4-ке бөлу керек соны. 21-де 4. 21-де 43 па? 42, 43 қоя, 8 барады. 43 грамм. 21-де 43 грамм болса, бізде сұрап тұр қоспадағы компоненттер деген, яғни магний мен магний оксидінің массалары керек. Значит, оның магнийіне 21-де 43 50-ден жауап. 21-де 40 алып тастаймыз. Тамаша. Сол кезде магний оксидінің Тең болады несі шығады? 28-де Массасы. 27. Ах, Магниттік 50-ден аласыз. 28-де 57 шықты, я? Міне жауап шықты. Мгм. Тамаша. Өте жақсы. Ендеше 16-шы есепті. Тура осы әдіспен өздеріңіз шығарасыздар. Оны скрин жасап алыңыздар. Сізге жіберейік папа жекеге. Ja, бұл жерде де газ бөлінген ол дәл осы форматта. Иә. Бірақ бір нәрсе бар. Реакция андай сутек газын бөлмейді. Себебі бұл металдардың кернеу қатары бар ғой. Металдардың кернеу қатары дегенді білесіздер ма? Иә. Бұл жерде литий, калийден бастайды да, литий, калий бірдеме дейді да, алюминийден тоқталады. Мына жерде май бар, мына жерде шай бар деп айтады. Мына жерде сутек бар. Яғни сутекке дейінгі металдар ғана бұлай сутек газын ығыстырады. Сутектен кейінгі металдар, яғни ол жерде күміс, мыс деген заттар бар. Бұлар сутектен кейін орналасқан металдар сутек газы бөлінбейді, яғни сутек газын ығыстырмайды. Сондықтан ол жерде реакция жүретін болса, концентрлі газ болса, мына жерде реакцияны жаза салайын. Мыс деген мынадай зат H2SO4 пен қосқанда, купрум SO4 плюс H2 деп шықпайды. Купрум SO4 ол үлкен ошибка болады. Ол жерде, мына жер егер бұл концентрлі жағдай болса, бұл жерде SO2 деген газ және су бөлінеді. Не? Ал мыс оксидімен просто алмасу реакциясын жүре алады. Мыс оксидімен алмасу реакциясын жүреді, болды. Бұл жердегі газ, реакцияны теңестіресіздер, бұл жердегі газ кім болып табылады? SO2 болып табылады. Дальше ары қарай шығарасыздар ма? Өздеріңіз? Иә. Скрин жасадыңыздар ғой, да? Иә. Келесіге өтем. Келесі бұл есептер, яғни реакцияны жаңағыдай біреуінен ғана газ бөлінбейді, немесе реакцияны біреу ғана жүрмей қалатын болса, екіншімен реакцияны жасап кете беруге болады, мынандай сияқты. Тек бір жағын ғана тауып ше. Ал бұл жерде екі жағымен де реакцияға жүретін болса, қалай шығарамыз деген мәселе. Қараңыз. Бұл жерде темір мен магнийдің қоспасы берілген. Жаңа айтқандай, металдың кернеу қатарында, например, алюминийге дейін, сутекке дейін деп не істейтін едік. Бұл жерде сутекке дейін магнийде және темірде орналасқан. Значит, екеуі де тұз қышқылымен реакцияға түседі. Еще екеуінен де сутек газы бөлінеді. Өткен сутекке дейін орналасқан. Түсінікті ма? Металдық кернеу қатар обязательно керек, ол сіздердің периодтық кестелеріңіздің астында болады. Және ол әрдайым сіздермен бірге соны қарап үйреніңіздер. Магниймен реакция жүрсін, тұз қышқылы, не дейді? Темір мен магнийдің қоспасы берілген. Яғни осы екеуі қанша дейді бізде? 10-да 4 грамм.
олар тұз қышқылымен қосылған. Яғни қоспа бізде қосылған болса, екеуіне де қосамыз, иә? Не шығады? Магний хлорид Магний хлориді плюс H2, плюс H2. хлориді плюс H2. Жаңада феррум хлор 3 Екі қосылған H2. 2 ма. плюс H2. Егер хлордың отдельно өзі ғана болса, феррум хлор 3 шығар еді, бірақ бізде H хлор қосылып тұрғандықтан феррум хлор 2 шығады. Көп жағдайда феррум хлор 2 шығады, өзінің бір екі ғана ситуациясы бар, сол жерде феррум хлор 3 шығады, сол нәрсені жаттап аламыз. Иә, болды. Темір отдельно хлордың өзімен қосылған кезде ғана феррум хлор 3 шығады. Осыны ұмытпаңыздар. Енді шықты. Қара, магний мен темірдің қосындысы бізде 14. Бөлінген сутек дейді. Бөлінген сутек деп, мына сутек көгілдір, мына сутек қызыл емес қой. Екі сутек бірдей. Осы бөлініп тұрған сутек бізде қанша? 6,72. Екеуінің қосындысы. Біз білмейміз қайсысы қанша екен. Енді әр металды табу үшін не істеу керекпіз? Ол үшін былай істейміз. Например, мынаның біреусін X деп алатын болсақ, X деп аламыз. сутекті Y деп алатын болсақ, Y. мынаны не деп аламыз? Темірді Онда 4. Онда 4 азайтылған X. Онда 4 минус X. Минус Мында 6,72 минус Y. Не екінші вариант бар, мынаны X, Y бір жағын, мынаны A, V деп алуға болады. Сонымен A-ны, V-ны тауып шығаруға да болады. Ондай жол да бар. Бірақ мына жолы сіздерге тиімді болса, осылай шығара берейік. Мына жерде грамм, мына жерде литр, иә, X литр. Сондықтан мына граммның астына біз аламыз 24-ті, литрдің астына аламыз 22. Енді X табайық. Бірінші. 24 Y-ті 22-де 4-ке бөлсе қанша? 1-де 0,7. 1,7. 1,07. 1,07 Y. Жақсы. Ол Y-ті біз мына X-ның орнына қоя аламыз, иә? Мына жерде темірдің астына не жазам? 56, сутектің астына 22-де 4. Значит, осы жерге қояйын. Мына жерге айтайын. 56. 14 минус X-тің орнына не алам? 1,0 Y. Оны мен неге көбейтем? Пропорция жасаймыз ғой былайынан. Оны мен неге көбейтемін? 22-де 4-ке, тамаша. Ал 56-ны неге көбейтем? 56-на 6,72 азайтылған Y. Мынаған қарай көбейтем. Мынауын былай қарай, иә. 56-ны 6,72 минус Y-ке көбейтем. Түсінікті ғой, иә, осы жері? Енді жақшаны ашайық. 22-де 4-ті 10-да 4-ке көбейтіңдер. Қанша шықты? Калькулятор бар ма? Жиырма екіде 4 көбейтіңіз. 232. Қанша? 232-де 96. 96 минус 22-де 4-ті 1-ден 07-ге көбейтіңіз. Жиырма үште 9 дейді. 23-те 96. 23-те 96, 24 деп алуға болады екен, е? 24 Y деп жүрсек, не ештеңе болмас па екен? Жарайды, 24 Y дейді. 56-ны 6,72-ге көбейтейік. 376-та 32 дейді. 32.
Одан кейін 56-ны y-ге көбейтсек, 56 56 y. Аха. 56 y-ті мына жаққа шығарсақ, ол плюс жағдайда шығады. 56 алынған 24. 56 y алынған 24. 32. 32 ма? 32 y шықты мына жақта. Иә. Екінші 376-та 32-ден 232-де 96-ны аласың. Бізде шығады 143-те 63. 143-те 63. 63. Осы 143-те 63-ті 32-ге бөлесің. Бөлеміз 32-ге. 32-ге бөлеміз. 4-те Бөлгенде 48. 4-те 48, 49 деп аламыз болмаса. Жақсы. Y тең 8 4,49 болса. Онда 4,49. болмаса 49. Иә. Онда былай істесек, 1,07-ге көбейтіп жіберсек, x-іміз, яғни магнийіміз дайын. Осыны көбейтіп жіберсек, 1,07-ге, онда 4,8 шамы. 4,8 грамм магний болса, біз темірді таба аламыз ба? Яғни 10,4-ті. 4-те 8 алып тастаймыз. Иә, 4-те 8-ді алып тастайсыз. Қанша шығады? 5-те 6. Сонда А Иә, жауабы 6. 5-те 6 темір, G 4-те 8 магний. Міне, x-ті табу үшін міне 1,07-ні y-ге көбейтетін едік қой. Значит, x тең 1,07-ні көбейттік 4,49-ға. Сол кезде бізде шықты 4-те 8. Иә? Солай емес па? Есеп түсінікті болса, сұрақ бар ма? Осы есепке байланысты. Ендеше, сұрақ болмаса, онда екінші тура сондай есепті өздеріңіз шығарасыздар. Бұл жерде мыс пен күміс берілген, концентрлі азот қышқылымен шыққанда нитраттардың қосылысы дейді бізде 10 минут қалыпты. Дәл осындай ғой оларды. Нитраттардың қосылысы дейді. Бірақ мен сіздерге айта кетейін, мыс пен күміс бізде былай жүреді. Мыс мысалға концентрлі азот қышқылымен қосылғанда не бөлінеді? Прон не нож. Не қоңыр газға бөлінеді осы. Айналып кеткен. Молодец. Ана бізде күкірт қышқылын қосқанда SO2 газы бөлінсе, ал концентрлі азот қышқылын қосқанда NO2 газы бөлінеді. Плюс H2O. Екеуі ұқсайды, да? Просто мына жерден NO2, анадан SO2 бөлінеді. Түсінікті ма? Осы екеуін не істемеңіздер. Енді осы NO2 газы бөлінеді, күмістен де тура солай бөлесіз. Сосын мына жерде шығып тұрған нитраттарды не істейді екенсің? Қосындысы шыққан, ал мына жақта күміс пен ненің қосындысы 3 грамм. Шығаруға болады, иә? Асықпай, ойланып, өздеріңіз шығарасыздар. Скрин жасап үлгерсеңіздер, мен келесіге өтем. Скрин жасадық қой. Келесі. Құрамында қосындысы 400 грамм әктасты өртегенде дейді. Әктастың формуласы қандай? Кальций СО3. Кальций СО3. Өртеу деген сөз? Не ғой? Ажырау. Қыздыру кальций оксидімен СО2 газы бөлінеді. Тамаша. Енді қараңызшы, сұрап не деп тұр? СО2 газы берілгенде әктастың құрамында қоспаның массалық үлесі сұралып тұр. Ендеше, 400 бөлінген газымыз 78-де 4 литр. Литр берілсе, астына не аламыз? 22-де 4. Кальций СО3-тің бізге осының қоспасы сұралып тұрса, значит, осыны әзірге X деп табамыз. Әзірге X грамм деп тауып аламыз. 400 берілген. 69. Аха.
Я x табамыз. Мына екеуін көбейтеміз. 100-бен көбейтеміз. 78-де 4-ті бөлеміз. 350 шықты. 350 шығады. 350. 350. Қара, өзі 400 еді. Бізген 350 шығып тұр. Значит, 400-іміз ол 100%-да, 350-іміз x десек болады. Қанша болады? Тең болады 87-де 5. 87-де 5 бұл оның жауабы емес. Неге? Айтыңыздаршы. Жауабы емес. Я, жауабы бұл Бұл емес. өткен актастың несі ма бұл? А? Актастың Я, массалығы дұрыс айтасың. Не бізге не керек? 400. қоспасының. Қоспасы керек, молодец, қоспасы керек. Мына алтын бала кімнің баласы? Ана 100%-дан аласын 87-де 5%-ды. Сонда қалған пайыз қанша? Пайдаусың сатып жатыр. 13-де 5. 12-де 5. 12-де 5. 12-де 5 ба? 12-де 5% ол қоспа. Қоспаның. Мынау таза. Таза бізге актас. Таза актас. Мынау қоспасы. Қоспасы. Сондықтан қоспасының массалық үлесі деп 87-де 5-ті тауып алып, әрі қарай мә жауап жоқ деп отырмаңыздар дегенім ғой. Түсінікті ма? Қоспасы десе. Ал бізге актастың құрамындағы массалық үлесі десе, біз 87-де 5%-бен ғана қаламыз. Қоспасының десе, онда біз 100%-дан осыны аламыз. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Енді последний есеп. Бағанағы қиындау 2 тапсырма сіздерге бердім. Сол екеуін маған жауап жібересіздер. Бүгін сабақты аяқтаймын. Апа, енді келесіде қашан кіреміз? Келесіде қашан кіргім келеді? Ертең кіресің ба? Ертең болса ертең кірейік. Жаңа тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың Давай. коэффициенттерін тақырыбын өткізейікші. Жақсы. Ертең Ескертіп жіберіңіздер, тура осындай уақытта или сәл ертерек, я? Болмаса. Сәл кешірек 1 сағат. Болмаса кешірек, я. Көрейік уақытқа байланысты не істейміз, я? Онда сау болыңыздар. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Басқаларға сабақ қалай болғанын жеткізіңіздер міндетті түрде. Окей? Жақсы. Давайте, сау болыңыздар.